Сынаптай сырғаған қайран уақыт. Сыныптағы күні кеше бұлғақтап жүрген бұрымды қыздар уақыттың уысынан сусып шығып, байсал тартқан бәйбішеге айналды. Сонда да көңілдің көк дөнені баяғы көздерінен іңкәрлік шуағы төгіліп тұратын көк көйлекті көрікті қыздарды іздейді. Алыстағы ақ сағымдар арасында жүрген Сәбира, Жәния жұпарларды ақ көйлек киген, көк көйлек киген құрбыларым бар деп, бозбала күндегідей биге шақырғым келеді. Әттең, ән бүгінгі, сән кешегі. Сондықтан болар бәрі үнсіз. Той жиынға деген тояты әлі басыла қоймаған Гүлден ғана сыныптың чаты арқылы: «Ей, жігіттер, қайдасыңдар? Бізді дискотекаға қашан шақырасыңдар?» деп анда-санда қалжыңдап қояды. Құрдастар да үнсіз. Бәрінің тай кезінде тасыраңдап жүретін баяғы арындары басылған. Бір кездері иірсең, алшы түсер сайғақтың сақасындай жігіттер енді самай шаштары ағара бастаған бір-бір үйдің отағасы. Сыныптастар желісінде көптен көрінбей кеткен Мақсұт бүгін ортақ чатта бастама көтерді. «Құрдастар, қалайсыңдар? Не үндемей жатсыңдар? Биыл біздің мектеп бітіргенімізге 30 жыл толады. Біз де мерейтойымызды жұрт қатарлы дұрыстап атап өтейік. Бәріміз сынып болып, Ұлғайша әпкейді құттықтап қайтайық. Мектеп бітірерде ол кісі сырқаттанып, ауруханада ұзақ жатып қалғанын білесіңдер. Сол кезде туған әпкеміздей бізге бірнеше жыл сынып жетекшісі болған ұстазымызға рахмет те айта алмағанымызға әлі күнге дейін өкінемін. 4 көзіміз түгел аман есен жүргенімізде енді соның орнын толтырайық. Кенет біраздан қараусыз қалған үйдей қаңырап бос тұрған сыныптастар чатына жан бітіп, үрлеген шоқтай жалындап сала берді. Екі кештің арасында мектеп бітіргендеріне 30 жыл болған бозбала мен бойжеткендер бой түзеп, естеліктер әлеміне бет алды. Әңгімені әдеттегідей Гүлден іліп әкетті. 30 жылдықты ауылдағылар аузын ашып таң қалатындай етіп ерекше қып өткізу керек. Жігіттер, осы жолы бар өнерлеріңді аяп қалмаңдар. Мектеп бітіргелі әкесінің қора жайынының қожайынына айналған Малсақ Тұрар тақырыпты бірден тақымдады. Ендеше ауданда бұрын соңды болмаған көкпар берейік. Бойы бір қарыс болса да, тілі сала құлаш Рақымжан сөзді сабақтады. Баяғы үйренген әдетімен 10 жыл бір партада отырған құрдасы әрі жамағайын ағасына күйеуге шыққан ет жеңді жеңгесі Қатираны қыршыңқы тілімен тіліп өтті. Құрдастар, ауылдың тарихында қалғыларың келсе, әбден жауыр болған көкпар, бәйге дегенді ұмытыңдар. Одан да ешкім жасамаған қатын күрес өткізейік. Бізден 5 биенің сабасындай Қатираны шақырамыз. Көресіңдер, ол дәу қатын белдескеннің бәрін жапырады. Ақырында жүлденің бәрі өзімізде қалады. Дұрыс емес пе? Қатираның апыл-ғұпыл асығыс жауап жазып жатқаны байқалды. Тіліңе тікенек қадалсын сенің жүгірмек. Осыдан қолыма түсші, бақырдай басыңды бұтыма қысып тұрып, буындырып өлтірмесем қарада тұр, деді тіксініп. Қайын мен жеңгенің зарарсыз қалжыңына қатарластарының жапырыла күлгені жаппай жіберген күлкі смайликтерден аңғарылды. Болатбек тақырыпты өткенге бұрып, сынып жетекшісі Ұлғайша әпкейдің сол кезде ерекше әдемі болғанын еске алды. «Қазірде жаман емес», деді Жанар, әдемі әпкейімізді қартайтқысы келмей. Гүлден мен Тұмар мектептің дискотекасы кезінде ұстазымыз сыныптың қыздарына желіккен жігіттер тиісіп қоймасын деп, би кеші аяқталғанға дейін бір бұрышта тапжылмай отырып, соңында бәрін балапан санағандай түгендеп үйлеріне шығарып салатын әпкелік қамқорлығын еске алды. Қоғамдық жұмысқа белсене араласқан Бақтияр сынып сағатында әпкейдің оқушылардың тәртіпсіз қылықтарын қызықты мысалмен тәптіштеп жеткізетін тапқырлығына таңданыс білдірді. Бейілхан Қанатбек сабақтан қашқанда Ұлғайша әпкей мектептің бұрышында қалай ұстап алатынын айтып бәрін күлдірді. Балалықтың сайран күндеріне жасаған саяхат ұзаққа созылып бара жатқанын байқаған Мақсұт тізгінді қайта қолына алды. «Жігіттер, қыздар, 30 жылдыққа ақшаны қаншадан жинайтынымызды анықтап алайық. Әпкейге де әжептәуір сыйлық алу керек екенін ұмытпайық».
Сусар жағалы пальто кигізейік. Кетшер құдалық емес қой. Алтын жүзік пен сақинашы. Қойыңдаршы, қай ғасырда өмір сүріп жатсыңдар? Жаңа заманға бейімделу керек қой. Менің ойымша, әпкеге айфонның соңғы үлгісін немесе макбук сыйлау керек. Бақтияр мына сөзге күйіп кетті білем. Осы сендер ақ заманмен ілесіп жүре беріңдерші. Социализмде туып, капитализмде картайып жатқан біз сияқты дүбәрә ұрпақта қайбір ақыл бар дейсің? Қойшы, не болды сендерге соншама таусылып? Есесіне біз ескі мен жаңаны жалғап тұрған жарық сияқтымыз. Бәрін көріп келеміз. Нағыз романтика. Торқалы тойға дайындық жайында жәймендеп басталған әңгіме сыныптастардың сыр ошағының көмірін одан әрі көсеп жібергендей болды. Көп сөзді қойып, тізім жасап ақша жинайық. Ешкім қалыс қалмасын. Айтпақшы, жігіттер осы Қадыр қайда жүр? Сандуғаш та мүлде хабарсыз. Екеуі неге ізім қайым жоқ болып кетті? Деді Гүлден жоқ іздеген жолаушыдай, сұрақты бірінен соң бірін төпелетіп. Бастапқыда ешкім елең ете қоймады. Араға 2-3 минут салып, Мақсұттың жазып бастағаны байқалды. Гүлден, мәселе былай ғой, басында чатты құрғанда құрдастардың бәрін қосқанбыз. Ішінде Қадыр да болды. Артынан көп ұзамай өзі шығып кетті. Телефонмен жеке сөйлесіп себебін сұрап едім, сендердің кейбір қалжыңдарыңды қабылдай алмаймын, деп жауап берді. Ойпырмай, сонша сөз көтере алмайтындай не боп қапты оған? Сандуғаш екеуінің өткен кеткенін айтып, бір-екі рет әзілдегеніміз болмаса, оның намысына тиетіндей сөз айтпаған сияқтымыз ғой, деді Жанар. Қысқа қайырған сөйлемінің өзінен қысып тұрған ашуының аяз қырауын аңғартып. Қыстырма тақырып кейбір қыздардың жағымсыз эмоцияларын тысқа шығарып алуларына едәуір тамызық болғандай. Енді түсінікті. Бұл чаттан дәл сол кезде Сандуғаш та шығып кеткен. Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды деген рас екен ғой. Пішту, сол екеуі чаттан шығып кетті екен деп аспан айналып жерге түспейтін шығар. 30 жылдыққа ақшаларын қосса болды. Екі ғашық махаббатымыз қайта оянып кетер деп қауіптенген шығар. Қойыңдаршы, солардан басқа әңгіме құрып қалды ма? Не шаруаларың бар? Құлынтайдай тебісіп өскен құрбы-құрдастардың онлайн ойын сауығында еске түсірген бала ғашықтар Қадыр мен Сандуғаштың бастарынан өткен келеңсіз жайттан бәрі бейхабартын. Олардың ортақ чатта бірге отырғылары келмейтін себебін де ішім сезеді. Біліп тұрсам да, бұл дүниеде біреудің сырын сыртқа жайғаннан жаман нәрсе жоқ екенін ойлап, үнсіз қалғанды жөн санадым. Сыныптың қыздары шеттерінен сымбат деді. 12-де бір гүл ашылмаған жауқазын қыздарды Ұлғайша әпкей сырт көзден қызғыштай қорғап жүретін. Сабақтан кейін алып қалып, қазақтың қызына тән әдептіліктің жөн жоралғысына үйретеді. Жүзіктің көзінен өткендей жас сұлуларға көз тастап, сөз салып жүрген жігіттерге баға береді. Байқап жүруді еске салып, ата-ананың, мектептің, ауылдың алдында абыройлы болу керек деп ақылын айтады. Ұлдармен де інілеріндей ұғысады. Бұзық болсаң ұрсады, түсік болсаң түсінеді. Жігіт болсаң шоқ бол, шоқ болмасаң жоқ бол деп жігеріңді жанып, намысыңды қайрайды. Бірақ намысқа тиетін сөз айтпайды. Әсіресе бастауыш сыныптан бері бір партада отыратын Қадыр мен Сандуғаштың арасында тұтанған балаң сезімді байқап, екеуін жеке қалдырып, үшеуі адал достардай ақтарыла сырласады. Болашақта дәм-тұздары жарасып, қосыла қалған жағдайда отбасылық өмірді қалай бастау керектігі туралы әпкелік кеңесін де береді. Сол кездері бір үйдің балаларындай қашан көрсең жұптары жазылмай, қол ұстасып жүретін қос ғашықтың махаббаттары ешқашан сөнбейтін шығар деп ойлайтынмын. Күнде таңертең қатар тұрған екі көшенің қиылысар тұсында өздері уағдаласып алған уақытта кездесіп, мектепке қарай жайдары көңілмен жайбырақат кетіп бара жатады. Ауылдағы үлкен-кішінің бәрінің бұл көрініске көздері әбден үйренген. Іңкәрлік лебі есіп тұратын жастардың ұнасымды дағдысын ешкім оғаш һәм оспадарсыздық деп санамайтын. Көктем шыға мектептің жанындағы қыратқа оюлы кілем төсеп қойғандай төңірек түгел қызыл сары гүлге толды. Аспанда жаңа мекеніне жаңа оралған ақтамақ қарлығаштар шықылықтап, өмір базары өзгеше бір реңкке енеді.
Бұл кезең ынтық жандар үшін ұжмақ бақшасына айналады. Сабақ аяқтала сала екеуі қырға шығып қыдырады. Қадыр күндегі әдетімен бақбақтың сары гүлі толысқан сабағы ұзын түрлерін жинап әкеледі. Сандуғаш оны асықпай өріп, өзіне әдемі гүлтаж жасап алады. Балалығы басылмаған Қадыр енді сандуғашты арқасына мінгізіп алып, қырды айнала ат болып шабады. Мектеп бітіретін жылы бәріміз аудан орталығында өткен оқушылар слетіне бардық. Үздіктерді марапаттау салтанаты көркемөнерпаздар концертіне ұласқан есте қалар әсерлі жиын болды. Слеттен соң Қадыр мен сандуғаш күннің сәулесіне жүздерін тосып, мәдениет үйінің алаңқайында жайқалып өскен қызғалдақтарды біраз қызықтап жүрді. Сусын сататын дүңгіршектің тұсына келгенде Қадыр балмұздақ алуға тротуардың келесі бетіне өтті. Жалғыз қалған сандуғаш қарыс қадам жерде үстіне ақ мата жабылған шағын үстелшеге құмалақ салып отырған қарасұр өңді кейуанаға көзі түсті. Қызға тән әуестігіне басып, кемпірдің жанына барды да көп ойланбастан Қадыр екеуінің болашағын болжап беруін сұрады. Кейуана әр түрлі ұсақ тастардан құрастырылған 41 құмалақты әбден машықтанған қолымен 3 бөлікке тез жайғастырды да сөйлей жөнелді. Қызым, екеуің бір-біріңді жақсы көреді екенсіңдер, бірақ алдарыңда біраз кедергілер бар. Құмалақтың сол шекеге бір тал болып түсуі дұшпандарыңмен күш сынасатындарыңды меңзеп тұр. Өмір деген сынақ қалқам. Бөгесіндерден аман есен өтсеңдер ғана бірге болатын сияқтысыңдар. Иманшартта неке тағдыры деген ұғым бар. Ол жақсы көрген адамдардың бір-біріне деген ықыласына қарай әрқалай құбылып тұрады. Соны ескеруің керек, қызым, деді болжамым осымен тәмам дегендей сандуғаштың жүзіне тесіле қарап. Сол сәтте қолына 2 тал балмұздағын алып, қастарына келген Қадыр ғашығының құмалақ салдырғанын құптамаса да қалтасынан ақша шығарып, кемпірдің қолына ұстатып, сандуғашты ертіп ұзын көшенің бойымен ұзай берді. Балдәурен балалық шақтың жаймашуақ күндері әп-сәтте артта қалып, сол жылы аттестат алған бойда бәріміз жан-жаққа тарап кеттік. Әркім қабілетіне қарай мамандық таңдап, байтақ еліміздің түкпір-түкпіріндегі институттарға құжат тапсыруға талпынды. Кейбірі шамасына қарай төңіректегі техникум училищелерді жағалады. Біздің бағымызға орай Қадыр сандуғаш үшеуміз көршілес облыстың орталығындағы әйдік 3 институттың студенті атандық. Бастапқыда бөтен қаланың таныс тіршілігіне үйренісе алмай, қолымыз қалт етсе Қадыр екеуміз жолығып, бірден сандуғаштың жатақханасына тартамыз. Жан-жақтан келген студенттердің бәрі өзіміз сияқты өскен ұясынан жаңа ғана ұшып шығып, өмірдің өр қиясына өз бетімен қанат қаққан жас түлектер. Заманы бір жастар болғандықтан, дастархан басында риясыз әзіл айтамыз, қосылып ән шырқап, магнитофон қойып би-билейміз. Жарты жылға дейін үшеуміз осылай апта құрғатпай үзбей кездесіп тұрдық. Ауылдан жырақтаған соң сыныптас ғашықтар бір-біріне арқа сүйеп, едәуір есейіп, бала махаббаттары одан сайын оттай лаулап, ынтызарлықтары арта түскенін сезіп, іштей қуанып қалатынмын. Уақыт өте келе жаңа шаһарға бойымыз үйреніп, таныстар қатары көбейе бастады. Әрі имтихан жақындаған сайын сабақ та күннен күнге күрделене түскендей еді. Осылайша жаңа ортаға қағылған сынадай бейімделе жүріп, уақыттың қалай зымырап өтіп жатқанын да ескермеппіз. Біз Қадыр екеуміз араға 1 ай салып әзер кездестік. Ол да мен жоқта онша зерге қоймапты. Ортасы жаңа достармен толығыпты. Қадыр қасында отырған қалың қасты, 2 көзі күлімдеп тұратын, тарамыстай тартылған қара торы сымбатты жігітті Сембек деп таныстырды. Сембектің ешкімді жатырқамайтын еті тірі жігіт екені бірден көрініп тұр. Танысқанымызға көп бола қоймаса да, іші бауырыңа кіріп, қалжыңмен қағытып, гөй-гөйді қызды ауылдың қызықтарына қарай бұрды. Әңгімені дегеннен бөріктілерден емес көріктілерден бастағаны оның сыбай сылтаң серілігінен хабар беріп тұрғандай еді. Сандуғаштың жатақханасына енді 3 болып баратын болдық. Сембек Қадырдың қасынан бір елі қалмайтын жан жолдасына айналыпты.
Құрдасымның жаңа досы сөзін өлең шумақтарындай өріп, ұйқастырып сөйлейтін шешендігі, домбыраның құлағында ойнап, әуелете шырқайтын әжептәуір әншілігі, былайша айтқанда бір жігітке жететін өнері бар қабілетті жан екен. Тамағын кенеп, бір-екі жөткіреніп алып, қолындағы домбыраның қос шегін қағып-қағып жіберіп, «Мен армансыз деп пе едің, жерде емес көктемін, көзімді ашып көргенмін, аузымды ашып өпкенім» деп ән бастағанда, төңірегінде отырған қыздар қарақат көздерін наздана төңкеріп, жымыңдасып, аузын ашып өпкені кім болды екен дегендей өзара сыбырласып қалатын. Әдемі қыздарды өзіне қаратуға әбден әккіленіп алған Сембек сері мұнымен тоқтамай, нәзік жандылардың сезімін селт еткізер әндерді бірінен кейін бірін сыздықтатады. Ақ қапшығынан қанша алып шықса да таусылмайтын Аяз атаның сыйлығы сияқты. Сембектің де бірінен кейін бірі орындалатын махаббат отын маздататын сыршыл әндері Сандуғашты да ерекше елітіп, соңғы кездері оның да әнші жігітке көзінің қиығымен ынтыға қарап қоятыны аңғарылатын. Сандуғаштың мектепте бастауыш сыныптан бастап көркемөнерпаздар үйірмесіне барып, домбыра тартып, есейе келе жастар кештерінде ортаға шығып, қоңыр даусымен әдемі ән салып жүретінін талай көргенбіз. Сондықтан да сыныптас құрбымды жамандыққа қимай, жанарындағы жалт еткен ұшқынды өнерге деген құштарлығы деп өзімді сендірдім. Тіпті бір келгенімізде екеуінің дуэт болып ән айтқанын да әбестік санамаған едім. Соңыра ойламаған жерден куә болған оқыс жағдай бұл ойымды күрт өзгертті. Мамырдың майдалап ескен жылымық желі жүзіңді қытықтап, көңілді еріксіз тасытатын табиғаттың тамаша шағы болатын. Айналаның бәрі топ-тобымен қыдырып жүрген кілең жастар, алаңқайда гүлді көйлек киген қыздар шоғыры жасыл желекке оранған қаланың көркіне көрік қосып тұр. Демалыс паркінің қақ ортасымен өтіп бара жатқан едім. Кенет сол жақтағы қалың ағаштардың арасында орындықта сүйісіп отырған қыз бен жігітке көзім түсіп кетті. Төбеме жай түскендей өз көзіме өзім сенбей мелшиіп тұрып қалдым. Қайта қарағанымда аймаласып отырғандар Сембек пен Сандуғаш екенін анық көрдім. Әшейінде өзімді сабырлы ұстайтын басым жандарына қалай жетіп барып Сембектің жағасына жармасып жұлқылай тұрғызғаным есімде. Сандуғаш бетін басқан күйі отырып қалды. Сембектің түрі бұзылып, дір-дір еткен күйі кекештене тіл қатты. Ашуыңды басшы, өтінем, мән-жайды асықпай жеке отырып түсіндіруге мұрсат берші. Біз Сандуғаш екеуміз бір-бірімізді жақсы көретінімізді Қадырге айттық. Ол бәрін біледі, бізді кешірді. Қадыр бізді кешірді деген сөзден соң жексұрынның жағасын босаттым да, қолымды бір сілтеп, артыма бұрылып қарамастан бетім ауған жаққа кете бардым. Соңымнан Сандуғаштың айғайлап жылап жатқаны естілді. Мен әлсіздік таныттым, кешіріңдерші. Жігіт деген жас кезінде жолбарыстай жортып, бөрідей ұлып, жол жөнекей кездескен таныстың бәрін дос қыла беретіні бесенеден белгілі. Мұның қайсысы ағаділ, қайсысы алаяқ екенін айырып та жатпайсың. Сембектің Қадырдың жүрегін жаралаған опасыздығына қатты қапа болдым. Қасындағы қандыкөйлек жолдасының сүйіктісінің ерінен сүйіп, құшағына қысқан нәмәрттықты ештеңемен ақтап алуға болмайды деп өзімше түйін жасадым. Досымның сатқындықты соншалықты оңай кешіре салған мәнжубас бишаралығына, жігерсіз әлжуаздығына қарным ашып қаным қарайды. Ақырында білгендерін істесін деп шештім де, ендігі жерде ескі достардан іргемді аулақ салып, бұдан былай ешкімнің жеке өміріне араласпаймын деп өзіме өзім уәде бердім. Күндердің күнінде Қадырдың өзі мені бөлмеме іздеп келді. Қатулы қабағы бұрынғыдан біраз есейгенін ескертіп тұрғандай еді. Көптен көріспегендіктен кәдімгідей сағынысып қалыппыз. Екеу ара отырып ұзақ әңгімелестік. Оқиғаны Қадырдың өзі тарқатып айтып берді. Бастапқыда байқағандай әншілер дуэтінің өнері қыза-қыза келе қыз бен жігіт айтысына ұласқан.
әні де сәні де үйлескен қос өнерпаз сұлу сөздерімен өзара сезім шоғын үрлеп күннен күнге бір-біріне бауыр баса бастағандарын құрбылары сезіп те жүріпті. Қу қыздар қутыңдасып, екеуіне Біржан мен Сара деп ат қойғаны Сандуғаш пен Сембекке майдай жағыпты. Сөйтіп Сандуғаш шамның жарығын айналған көбелектей көрсеғызар сезімнің жетегіне қалай кетіп қалғанын өзі де аңдамай қалған тәрізді. Құдай әлсіз пендесін тас төбесінен ұрамын десе оңай екен ғой. Екеуі қолдарына домбыра алып, екі дауыспен есілте жөнелгеннен құрбылары қандай жарасымды жұпсыңдар деп қолпаштап қоятынды шығарды. Оның үстіне ең жақын сырласатын курстас қыздарының бірі: «Қадір, сенің мектептегі бала махаббатың ғой, ондай уақытша сезім ұшқындарын бәріміз басымыздан өткіздік. Енді есейіп етек жапқанда кезіккен махаббатыңның жөні тіптен бөлек болады. Өз сезіміңді өзің тұншықтырып өлтірме» деген сайтани сұрқия сөздері санасына құйылып қалғандайтын. Қыз жүрегі әсіре сезімге бұйдаланып, алдамшы бақтың буына бас айналып қалғаны анық еді. Қадырдың айтуынша Сембек жатақханада аяғына жығылып кешірім сұрап, Сандуғаш екеуінің бір-біріне ғашық болып қалғандарын ақтарып салған. Ақыры таңдау жасағанын айтып, достықтан айырылса да өз бақыты жолындағы күрестен аянып қалмайтынын тікесінен жасырмай жеткізген. Сол түні екеуі жағалары жыртылып, көздері көгергенше төбелесіпті. Ертеңіне Сембек пәтер жалдап бір жола көшіп кеткен екен. Қанша жерден көңілі қимаса да, дос-жаранның алдында жер қылып, намысын таптағаны үшін Сандуғашпен да ат құйрығын үзіскенін айтты. Ауылға каникулға кетердің алдында Қадырмен кездесіп қалдым. Өңі бұрынғыдан да сынық көрінді. Салғырт қана амандасып, сүлесоқ күйде үндемей отырды. «Ау, Батыр, неге сонша жүнжіп кеткенсің? Болды енді, басыңды көтер, саған мынадай келіскен қыз тауып қойдым», дедім көңілін аз да болса жадыратқым кеп. Сандуғашты алып қашып кетіпті. Сембек пе? Жоқ, бөлмесінде бірге тұратын қыздың сыныптасы. Мақсұт үйреншікті үрдісімен қас қарая сала сыныптастар чатына жазуды жалғастырды. Кеш жарық достар, 30 жылдық жақындап қалды. Тойхана иелеріне орын бойынша тізім беруіміз керек. Нақты кімдер баратынын тезірек анықтап алайық. Келе алатындарың чатқа плюс қойып жіберіңдер. Мақсұттың плюс деген сөзі алды немере бағып отырған әжелердің қыз кездеріндегі балғын сезімдерін қытықтап жіберсе керек. Қашанда жауаптасуға дайын тұратын Гүлден бұл жолы да дараланды. «Өлә, Мақсұт, плюс қойғызып қартайғанда бізді кіммен қосқалы жатсың?» Мақсұттың мұндайға қарымта жауабы дайын тұрады. «Гүлден, сені тазалық секторы сайлайтын болдық. Оң қолыңа қызыл плюсы бар лента тағып, Құрмаштың шашы мен тырнағын тексересің». Сыныптастар құрдастың ұрымтал жауабына риза болғандықтарын түрлі смайликтер арқылы жеткізді. Одан әрі сыныптастарының әңгімесі сабақтан көп қала беретін Құрмаш жайлы естелікпен сабақталды. Әлі есімде. Ұлғайша әпкей сабаққа кірген бойда «Кезекшігім, сабақта кім жоқ?» деп сұрайтын. Кезекші қыздар оқушыларды тез түгендеп үлгермегенде Құрмаштың қашан да сабаққа қатыспайтын дағдысын ескеріп, сабақта Имановтан басқаның бәрі түгел дей салатын. Бір күні кезекші Гүлмира Керімбекова сол әдісті кезекті рет қолданды. Сөйтсек, Құрмаш сабазымыз сабақта отыр екен. Артқы партадан «Керімбекова, өтірік айтпа, мен бармын» деген дауыс шықты. Сыныптастар ду күлді. Ұлғайша әпкейдің де жүзіне күлкі үйіріліп, айналайын Құрмаш, тұқымың өссін, тұқымың өскір. Өйстіп арамызда қарайып отырғаныңның өзі бізге бір қуаныш қой» деді жайдарлана. Арада жылдар өткенде осы оқиғаны еске алып тағы күлеміз. Әпкейдің айтқаны айдай келген екен. Бүгінде Құрмаш 6 баланың әкесі. Жақсы сөз жарым ырыс деген осы. Қайдағы жайдағы ойына оралса керек, Жанар плюс тақырыбын одан әрі қазбалай түсті. Естеріңде ме? Қадыр әр пән бойынша сынып ауыстырған сайын отырған партасына Қадыр плюс Сандуғаш деп жазып кете беретін еді ғой. Иә, ойып тұрып жазатынын айтсаңшы, сол екеуін тағы бастадыңдар ма? Сандуғашпен кім хабарласып тұрады? Күйеуімен ажырасып кетті деп естіп едім. Өсек айтқанды қойыңдар. Тәп-тәуір басталған әңгіменің аяқ жағы сұйылып,
Ғайбат сөзге ұрынып бара жатқан соң Мақсұт бүгінгі әңгіменің нүктесін қойды. Достар, біз қалай да Қадыр мен Сандуғашты тауып тойға шақыруымыз керек. Кім айналысады? Сөзінің ғана емес, ісінің де пәтуасы бар Гүлден жауапкершілікті өзіне алды. Онда мен бүгіннен бастап екеуін іздеуге кірісемін. Мақсұт, оларды да алдын ала тізімге қосып қой. Соңғы күндері құрдастардың 30 жылдық орайымен чатта өзара жиі хабарласып жатқаны балалық шақтың сағымға оранған самала күндеріне бірнеше мәрте барып қайтуына түрткі болғандай еді. Көз алдыма біразы бақилық болып кеткен, қашан көрсеңде қабақтарына қар жауып, кірпіктеріне мұз қатып жүретін қатал да болса әділетті мұғалім ағайлар, жүздеріне мейірім шуағы төгіліп тұратын сымбатты мұғалім әпкейлер келді. Өмірдің өрлі құзды ағысымен түрлі қызметтерде жүргенде тапқан еліміздің түпкір-түпкірінен жиналған достарыммен анда-санда бас қоса қалған кездерде араларында менен сендер мұғалімдерді әлі де әпкей дейсіңдер ме деп сұрайтындары бар. Ендіші, деймін масаттана бас изеп. Кейбірі бір түрлі естіледі ғой, дейді таңғалғанын жасырмай. Неге апай емес, неге мұғалім емес, неге пәленше төленше қыз емес деп есті алып қазбалап қоймайтындар тағы бар. Кейіннен білсем, кең байтақ елімізде мектептегі әйел ұстазды әпкей деп аялап, ардақтап атау біздің өңірде ғана екен. Білмеймін, әйтеуір өзіме әпкей деген тіпті ерсі көрінбейді, керісінше ерекше ұнайды, бір түрлі ыстық көрінеді. Мақсұт құрдасым айтқандай, әпкей сөзінің астарында әпке деген жып-жылы бауырмал сезім жатқанын жүрекпен сеземін. Өйткені әпкейлердің әрқайсысы бізге әпкеміздей жанашыр болды. Балалық тентектігімізге төзді. Бірдеңе үйренсін деп жүйкесін тоздырды. Үлгілі болсаң өбектеп мейірімін төкті. Бізді мектеп бітіргенше қолымыздан жетектеп жүріп оқытқан Ұлғайша әпкейдің жас кезін есім алдым. Шынында да өте әдемі еді. Қабағы түйілгенде қаталдау көрінгенімен, әшейінде жүзінен ізгілік лебі есіп тұрады. Әсіресе күлген кезде екі бетіндегі қос шұңқыры тереңдей түсіп, ерекше сұлуланып кетеді. Әпкейді әлемдік деңгейдегі бір актрисаға ұқсаттым. Кім еді? Енді есіме түсті. Анджелина Джоли. Иә, сол, шоқтай жанған танадай көздері, сүйірлеу келген сүйкімді жақ, оймақ ауыз, дәл-ме-дәл. Қоя тұр, Анджелина Джоли 74-ші жылғы емес пе? Біздің әпкей 54-ші жылғы. Аралары бақандай 20 жыл. Олай болса, Анджелина Джоли біздің Ұлғайша әпкейге ұқсайды. Солай. Біздің әпкей Анджелинадан бұрын сұлулығымен танылған, әлі де әдемі. Сырлы аяқтың сыры кетсе де сыны кетпейді деген осы. Мақсұттың әркім әрқалай әзілге бұрған плюс қояйық деген сөзі мені де есте қалған кейбір сәттердің тереңіне бойлатты. Осы жасыма келгенше еліміздің қай бұрышы болмаса да ілуде бірі болмаса алгебра мен геометрияға аңсары қатты ауған ауыл баласын көп кездестіре қоймаппын. Бұл қазақты есепке шорқақ деп кемсіту емес. Уағында аталарымыз миллиграмм, килограмм, тонна деп бас қатырмай-ақ бір уыс, бір килә деп бидайды далалық долбармен есептеп жүргенде де ешкімге есесін жіберген жоқ қой. Қайта қазақи пейілге салып, алған да мәз, сатқан да мәз болып, көңілден су ішіп жүре беретін. Біздікі де сол, алма ағашынан алысқа түспейтіннің сыйқы болса керек. Бірақ бізге Ұлғайша әпкей математиканың майын ішкізбесе де ақ қаймағын аямай ұсынды. Талапшылдығының арқасында тангенс, котангенсті сабақтан қаша беретін Қанатбек те, аптаның 2 күнінде ғана сабаққа қатысатын Құрмаш та жатқа соғатын. Әлбетте, бізден әлемді аузына қаратқан Архимедтер мен Пифагорлар, Софья Ковалевскаялар шыға қойған жоқ. Бірақ Астанадағы физика-математика мектебінен арнайы комиссия келіп, біздің қатарластар арасында іріктеу өткізгенде Ұлғайша әпкейдің 3 бірдей оқушысы оқ бойы озық көрінген. Алайда алыстан ат терлетіп келген ағайдың бас қалаға алып кетемін деген уағдасына үшеуінің де ата-анасы алыстан арбалағанша жақыннан дорбала деген сыңайда жауап беріп, әке көкелеп ауылда қалдырғандары әлі есімде.
Математиканың ми қатырар формулаларын едәуір меңгерген ойы озық сол білгірлер біз, Қадыр, Сандуғаш үшеуміз едік. Есеп-қисапқа ебіміз болғандықтан, үшеуміз де техникалық мамандықты таңдадық. Қарап отырсам, есейген сайын өмірдің ағысы еселене күшейіп, жан-жағыңа қарайлауға мұрша бермей, желкеніңді барынша керіп, ескегіңді қаттырақ есуіңе тура келеді екен. Бәріміз диплом алған бойда бірден қызметке кірісіп кеттік. Одан әрі отбасы, бала-шаға сияқты ғұмырдың ғибратты баспалдақтары бірінен кейін бірі ретімен жалғаса берді. Қадыр біз оқыған қаладағы заводтардың біріне инженер болып орналасты да, сонда бір жола қалып қойды. Артынша кәсіпорында бірге жұмыс істейтін бухгалтер қызға үйленді. Бірақ біраз жыл отасса да, ортада бала болмағандықтан екеуінің дәм-тұзы жараспай, соңғы кезде Қадыр соқа басы сопайып жалғыз өзі тұрып жатқан еді. Сандуғаштың кейінгі тағдырына келсек, болашақ жарымен қалада қасында тұратын құрбысына амандаса келгенде танысып, бас-аяғы 2-3 рет қана дастархандас болған екен. Көп ұзамай әлгі жігіт жанында әскерден жаңа келіп, ұрынарға қара таппай жұтынып тұрған бір топ достарына сыныптас құрбысымен бір бөлмеде тұратын, ақылына көркі сай иман жүзді қызға көзі түскенін айтқан бойда, темірді қызған кезде соғу керек деп, сол күні бір топ бозбала әй-шайға қарамай Сандуғашты ауылдарына алып қашып кетеді. Алып қашу операциясына жанындағы жан құрбысының астыртын араласып, бойдақ құрдасымен бірге жас келінді ауылдарына жеткізудің жоспарын алдын ала түзіп қойғанын алаңғасар қыз қайдан білсін. Курстас қыздың сахналық ойыны шынайы шыққаны соншалық, Сандуғаш салып ұрып онымен бірге қалай жолға аттанып кеткенін әлі күнге дейін ұмытпайды. Кешкісін бөлмесіне келген Сандуғашқа есік ашқан құрбысы кірген бойда оны құшағына қысып еңкілдеп жылай бастады. Екі иығы селкілдеп, әжесінің қатты ауырып жатқанын, Бақиға аттанбай тұрып, оны көріп қалғысы келетінін, сол себепті түнделетіп болса да қалайда жолға шығатынын айтып, көңіліне демеу болу үшін өзімен бірге ауылға баруын сұрайды. Бала кезден нағыз достар қиындықта сыналады деген сөзді санасына сіңіріп өскендіктен, ол да апыл-ғұпыл жиналып, төменде өздерін тосып тұрған жеңіл көлікке еш сезіктенбей отырып, алыстағы ауылға кештен таңға ұрып тура тартқандары әлі есінде. Қазіргілермен салыстырғанда ол кездегі адамдардың түсінігі мен пейілі мүлдем бөлек еді ғой. Жыға танымайтын адамға қосылмаймын деп қиғылық салғанда әке-шешесі: «Қызым, ауылға қайтып келіп бізді жерге қаратушы болма. Ертең ел-жұрт қыздары есік көрген деп сыртымыздан өсектейді» деген сыңайда сәлемдеме айтып жіберген соң, лажсыздан сол шаңырақта қалып қойған болатын. Әйтсе де қаланың жайлы өміріне үйреніп қалған Сандуғаш, ит аяғы қиянда мал бағып отырған шалғайдағы мына ауылда көп тұра алмайтынын бастапқыда-ақ іші сезген еді. Қанша жерден шыдап бақса да, 1-2 жылда сүйіп қосылмаған күйеуімен аралары суып, ақырында бұлардың да отбасылық ғұмыры өміршең болмады. Сандуғаш қалаға қайтып оралса да, оқуын тастап, жеке фирма ашып, кәсіпкерлікпен айналысып кеткенін кейінірек естіген едім. Мақсұт бүгін таң атпай чатқа ауызша хабарлама жолдапты. «Қайырлы таң, сыныптастар. Барлығымыз кешікпей таңғы 9-да мектептің алдында жиналайық. Салтанатты жиналыстан кейін ешкім тарап кетпесін. Бірден бейіт басына барып, қайтыс болған құрдастардың рухына бағыштап Құран оқытамыз. Сосын кешкі 18:00-де 30 жылдықтың отырысы екенін ұмытпаңдар». Дауыс жазбасын тыңдағанда, алдағы басқосуды абыроймен атқарсақ деген жауапкершілікті сезініп, дегбірі қашып тұрғаны байқалады. Мен шұғыл шаруамен іс-сапарға шығатын болып, 30 жылдыққа қатыса алмайтынымды алдын ала айттым. Отырыстың қалай өтіп жатқанын чат арқылы онлайн біліп отырам деген үміттемін деп, емеурінімді де ертерек білдірдім. Несін айтасың, жымыңдасқан жұлдыздардың ортасында орақтай иілген алтын түстес айдың сәулесі себездене құйылған сол керемет кеште, құдды достық періштелерін қызмет көрсетуге арнайы алдыртқандай, сыныптастар чаты сағаттар бойы толассыз жарқ-жұрқ етіп, келбеттері шаттыққа тола,
бала құрдастардың бақытты сәттері бейнеленген суреттерімен есепсіз көмкерілді. Әсіресе шәкірттерінің ортасында жүрегінен ізгілік лүпілін жүзіне ұялатқан Ұлғайша әпкейдің әдемі бейнесі тым ерекше еді. Сыныптастар арасында қастарында 7-8 жас шамасындағы кішкентай қызды құшақтап тұрған Қадыр мен Сандуғаштың суреті көзіме оттай басылды. Мына жаңалыққа байыз тауып отыра алмай, дереу Қадырдың жеке WhatsApp-ына жаздым. Армысың Қадыр құрдасым. Достардың арасында өзіңді және Сандуғашты көргеніме өте қуаныштымын. Жандарыңда отырған сәбиді танымадым. Сәлем досым. Мен де сенің амандығыңды естіп біліп, ерекше қуанып отырмын. Біз қазір Сандуғаш екеуміз өзің білетін қалада бірге тұрамыз. Отбасын құрдық. Ортадағы асырап алған Махаббат есімді қызымыз. Есіңде болса, менімен бірге оқыған Сенбектің жалғыз қызы. Сенбек осыдан 2 жыл бұрын әйелі екеуі жол апатынан опат болды. Онсыз да сыңғырлаған сыйластыққа тұнып тұрған сыныптастар чатына көп сөз жазудың өзі артық сияқты көрінді. Ізгі тілегімді қысқаша ғана жолдадым. 30 жылдық құтты болсын достар. Қадыр плюс Сандуғаш 10-А сынып.